Жігіттер, сендер түбінде вот мен де ата-анамды жақсы көремін, мен де ата-анамды былай сүйемін да. Бірақ түбінде сен әйелмен қаласың ғой. Түбінде әйелің бала сағаңды жасап жатқан нәпақаң бәрі ертең балам айтады, папа мен үйлендім, өзім семьям бар. Қызың ертең папа мен өзім күйім бар. Ертең қалатын сол әйелің да. Қаның ішіп, бытын шығарып қарайтын болсаң, сен ертең сол уже қасында бір овощпен жүресің да. Егер былай мәпелеп, дұрыстап, жаңа әйеліңге дұрыс аманат ретінде қабылдасаң, ертең екеуің жаңағында Италияның бойында, не знаю, Стамбулдың төрінде екеуің қол ұстасып, шал болсаңдар да, әп-әдемі болып жарасып жүресіңдер да. Бір-біріңе қараған кезде эмоция беретіндей, көздерің жанып тұратындай, өткені бір-бірлерің сүйесіңдер. Сол ең мықты сезім ол махаббат қой. Сол өшіріп алмау керек та. Соны өшіріп алған соң көп әйелдер ауырып қалады, еркектер жаңағында қуып кетеді деген сияқты. Оны өшірмеу үшін ол бір-бірімен жұмыс жасау керек, жаңа убеждениемен жұмыс жасау керек, қарсыласпау керек, төбелеспеу керек, қырық пышақ болмау керек. Бір-бірімен түсініп, бір-біріңді жаңағындай дем беріп отыру керек та. Вот сол кезде ол дұрыс. Өйткені ол семья, ол мен еркек, мен әйел емес, ол команда кәдімгі. Ол біреу әлсіз болса көмектесіп тұрғызып жібересің, біреу құлап қалса көрсетіп жібересің, тұрғызып жібересің деген сияқты. Ол үлкен жұмыс. Сол себептен енді түсінетін біреулерге ол қазір подхалбушься деп айтуы мүмкін. Сіз үшін солай. Сіз көрмей-ақ қойыңыз бұны, қарамай-ақ қойыңыз. Сіз өзіңіздің жаңа братандардың әңгімелерін жаңағында жасап, баняда отырып, арақтарыңызды ішіп, әйелдеріңіз ана баламен жылап жатыр, бәрібір тосып кеткен нервасы бәрібір сөйтіп жүре беріңіздер. Сіз үшін ол ақиқат. Біз үшін осы ақиқат, потому что менің жүрегімнің тыныштығы керек. Ол жүрегімнің тыныштығы тікелей менің әйеліме байланысты.